жоғары статусқа жету. Вот. Что үй болу, я Міне көрдіңіздер ма? Адамның арманы әртүрлі да. Біреулер көлікті армандайды, біреулер путешествие, біреулерге шубаның өзі арман, біреулерге үй, иә? Ал біреулерге балаларының жаңағы білімі, образование дейміз ғой. Міне, осындай арман, мақсат, жоспар дейміз. Армандарыңызды айқындағаннан кейін, міне менің осындай арманым бар. Мысалға, міне путешествие деп айтты да, міне бірінші қатарда отырған кісі. Сіз қайда барғыңыз келеді? Білмеймін, кез келген жаққа бірақ алысқа. Ақтауда шықсам болды дейсіз. Мысалға айтайық, Таиландқа барамыз дейік, иә? Таиландқа. Примерно санаймыз, Таиландқа қанша ақша керек? Екі адамға примерно миллион ақша кететін шығар. Бір апта демалып келуге, да? Сол миллион ақшаны қайдан табамыз? Фаберліктен. Иә, жұмыс жасаймыз, адам шақырамыз, иә, наставник не айтады, соны орындаймыз. Енді қараңыз. Яғни миллион ақша алу үшін, миллион сіздің қолыңызда ақша болу үшін, наличкам, мен қандай статусқа жетуім керек? Оны қанша уақытта жасаймын? Мысалға, сіз Таиландқа қашан барғыңыз келеді? Осы бір айда кетуім керек. Жоқ, Таиландқа. Онда сіз срочно бриллиантовый директорды ашуыңыз керек. Мысалға, Таиландқа айтайық күзде барады, негізі күшті сезон күзде басталады. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь деген Таиландқа керемет сезон. Қазір ол жақта жаңбыр. Қазір барудың қажеті жоқ. Ол жаққа барамын дейтін болсаңыз, сол уақытқа дейін миллион ақшаны қалай табасыз. Оған дейін мысалы 5 каталог уақыт бар. Яғни 5 каталогта 200 мың теңгеден, яғни директор болсаңыз 200 мың теңгеден 5 каталог бойы миллион шыға ма? Шығады. Сонда мен бір каталогта директор болдым деп жаңа арманды не істедік біз? Уақытын анықтап, мақсатқа айналдырдық. Солай ма? Солай ғой. Жаңа біздің арманымыз бар. Оның уақытын анықтап, біз мақсатқа айналдырдық. Енді бізде мақсат бар, енді бізге не керек? Жоспар керек, иә? Бір каталогта директор болу үшін не істеу керек? Директор неше объем жасау керек? 3000. 3000 балл жасау керек. 3000 баллды 20 күнге бөлетін болсақ, бір каталог бізде 21 күн ғой. 20-ға бөлсек, күніне неше балдан орындау керек? 150 балдан орындау керек. 150 балды 50 балдан жасайтын 3 консультант, 30 балдан жасайтын 5 консультант, яғни сіз күніне 150 балдан орындап тұрсаңыз, 20 күнде сізде объем 3000 балл шығады. Түсінікті ма? Бір каталогта неше күн? 20. 21 күн. Біз 20 күн деп аламыз. Директорский объем қанша? 3000. Ба? 3000 балды 20 күнге бөлеміз. Сонда 150 балдан бір күнде орындап тұруымыз керек. Сонда біз бір каталогта директор болып шығамыз. Күшті ма? 150 баллды 3 адамнан или 5 адам. 150 балды сіз қалай орындайсыз? Мысалы, бірінші күнінде алдыңыз, өзіңізге 50 балыңызды орындап тастадыңыз. Қалған 100 балды қайдан аласыз? 5 адам тіркеп 20 балдан жасатса, тағы 2 адам тіркеп 50 балдан заказ бердіртсе, барлығы өзіңізге байланысты. Бірақ әйтеуір күнде кешке отчет ашқанда, бірінші күн понедельник 150 балл, келесі екінші күн қараған кезде 300 балл, среда күні кешке отчет ашқанда 450 балл, сізде кәдімгідей 150 балдан күнге прирост болу керек. Пытырлап түсіп әту керек дейсіз. Иә, ал егер бір күні сізде 150 болмай, 120 балл түсіп, 30 балл болмай қалды ма, извините меня, келесі күн сіз 180 балл орындауыңыз керек. Түсініңіз ба? Үйтіп шаршағаннан көрі, сөйтіп бөліп тастаған дұрыс. Керек емес. Жаңағы 15 күн үйде жатып, кондиционердің астында сериал қарап. Бір апта қалған кезде, ойбай, каталог жабылады екен ғой, осы апта, соңғы апта екен ғой деп, жұмысқа жүгіріп келудің қажеті жоқ. Осылай, систематично жұмыс жасайтын болсаңыздар, табысқа жетесіздер. Міне, арман, мақсат, жоспар сол үшін керек. Енді біздерде әртүрлі арман бар, мақсат бар, иә? Сол мақсатқа жететін кезде бізде көп кедергілер туындайды, иә? Мысалға, қазір көп армандап кетеді де, мен директор болам, мен солай ақша алуға болады екен деп, осы жерден жаңа қанаттанып кетеді. Жаңа үлкені де, жасы да жасап жатыр екен, елдің бәрі жасап жатыр. Неге маған да алмасқа, неге маған да істемеске деген сияқты солай қанаттанып, мотивация алып кетеді де, бірақ үйге барған кезде тұрады. Жаңа туыстар тұрады, жаңа айтады ғой. Жаңа мен шынымды айтып тұрмын мен. Жаңағы ең бірінші біздің көмекші туыстар ғой. Қоя ғой, сенің қолыңнан келмейді, қайдан саған ол? Менің шай тамағымды пісіріп берсең де жарайды. Құдай, ана сен баяғыда сөйтіп не істеді, бұлар тіркеліп кеткен деген сияқты түрлі әңгіме айтады да. Сөйтіп адамның жаңа еңсесін түсіреді.
бірақ біз мақсатымыз тұр ғой міне. Мынау біздің міне арманымыз. Мына жерде біздің мақсатымыз бар. Сол кезде міне бізге туыстар, достар. Енді достар солай ғой. Достар баяғы іңкәрді біледі, айтады да, құрсын іңкәр деген сияқты да. Олар жаңа іңкәрді білмейді, осы бизнеске келген да. Сондықтан да бұл жерде сіз өзіңізге өзіңіз дәлелдеуіңіз керек. Айналаңызға дәлелдеуіңіз керек. Мына мақсатқа жету үшін қалай істеу керек. Содан кейін мына жерде көрші Нина. Сіз кетіп баратасыз, келе жатасыз, сонда айтады да, сен қайда бара жатсың, күннің ысысында баланы құшақтап, не істеп жүрсің деген сияқты. Пакетпен, ұялмаса күнде кетіп баратасың, келе жатасың. Не жұмыс істеп, Нина тұрады көрші. Одан кейін страх, қорқыныш. Бар ма қорқыныш? Болады. Жаңа адамға айтқан кезде мен не айтамын деп та. Бір түрлі қорқыныш болады адамда. Бірақ сіз бір рет айтасыз, 2 рет айтасыз, 3 рет айтасыз. Болды, уже сізде кетеді. Жаңағы бірінші, екінші, үшінші ол тренировка сіздерде. Сондықтан жайлап оның барлығы қорқынышта кетеді. Қорқыныш осындай сабақтарға қатысқанда, кешегі онлайн сабақтарға қатысқан кезде сіздер уже көріп жатсыздар ғой. Айналаңыздағы адамдарды табыс тауып жатыр. Танымайтын басқа қаладағы адамдарды табыс тауып жатыр. Осы жерге сеніммен келді ғой. Сөйтіп жайлап өзіңіздің бойыңыздағы қорқыныш тарайды. Сосын сіз ешкімнен де қорықпайсыз, сіздің үстіне прикол ұстаса да солармен бірге күліп отырасыз. Опыт солай көрсетеді. Сондықтан оның барлығы со временем уақытпен кетеді. Сосын общество пессимисты деп тұр да. Общество деген жаңағы қоғам біздің айналамыздағы да. Көп, мына біздің қоғамның 98%, қыздар, 98% негатившіктер. 2% ғана позитив. 100 адам алсақ, 98-і кері тартып тұрады сізді. А 2% айтады да, удачи, жасап қара дейді. Сен баяғыдан бірдеңең бар еді, жасап қара деп 2 адам ғана айтады, 100 адамның өздерің ойлап қараңыздар. Біздің қоғам солай орналасқан. Сондықтан сіз жаңағы табысқа жететін 2%-ның ішінде боласыз ба? Әлде сол баяғы күніңізде, сол болотада күнделікті жаңа крысиный бег дейді, жұмыс үй, сол 98%-ның ішінде қаласа, ол сіздің шешіміңіз. Егер жоқ, мен табысқа жетемін десеңіз, онда міндетті түрде осы сабақтарға қатысып, өзіңізді жетілдіріп, өзіңіз оқып, биік статустарға шығуға жұмыстанасыздар. Одан кейін пессимисті деген енді сірә жаңағы білесіздер ғой да, жаңағы барлығын жоққа шығарып тастайтын. Болды қазір. Не керек ол? Құрып жатыр бәрі. Анау да құрып жатыр, мынау да құрып жатыр жаңағы да. Ешқандай жақсы ой ойламайтын адамдар. Жалпы мен айтам, негатив адамдарға жолаудың қажеті жоқ. Негативтің өзі вирус. Ауру ол, вирус ол деген жығады, грипп сияқты жығады ол деген. Жұққанда страшно жығады. Одан деген емделу қиын. Грипп болсаң, дәрі ішесің, өйтесің, бүйтесің ғой. Ал негатив сізге жығатын болса, 1% басыңызда, миыңызда негатив болса, сізде бизнес жүрмейді. Не то, что бизнес, қыздар, өмірде ешқандай ісіңіз алға баспайды. Ол үйде болсын, ол күйеуіңізбен отношения болсын, ол баламен отношения болсын, туыстарыңызбен отношения болсын. Қандай, басқа да жұмыс жасаңыз, басқа коллективте жұмыс жасаңыз, сізде ешқандай да алға қарай ісіңіз алға баспайды. Себебі негатив деген нәрсе, жаңағыда тормоз дейді, тежеуіш, адамды артқа қарай тартып тұрады. Сондықтан да, егер ойларыңызда негатив болатын болса, оның барлығын жоқ болу керек. Оны қалай жоқ қыласыз? Негативпен қалай күресудің, қалай мотивация алудың, оның жолдарын өткен сабақтарда біздер айттық. Ол үшін кітап оқимыз, мотивационный видеолар қараймыз, табысқа жеткен адамдармен бірге боламыз. Жаңа негатив емес, именно позитив ойлайтын адамдармен көп сөйлесеміз. Позитивный ортада жүреміз. Ойымызды үнемі тазартамыз. Кәдімгі таңертең кешке тіс тазартқандай, кешке таңертең ой тазарлаймыз. Сіздер ойламаң, тек бүйтіп сыртынан тек гигиенамен тек жүре береміз. Жоқ, миды да, ойды да тазалау. Түсініңіз ғой, Міне сондай нәрсенің бәрін кетіретін болсаңыздар, осы міне кедергілерге төтеп бере алсаңыздар, қарсы тұра алсаңыздар, міндетті түрде сіз мақсатыңызға жетесіздер. Бұл бірінші қадамыңыз. Жаздыңыздар ма? Арман, мақсат, жоспар деп. Жазып алдық бәрін. Бәрін жаздыңыздар ғой, Арман, мақсат, жоспар. Сондықтан, енді сіздер қазір жаза алмасаңыздар да, үйге тапсырма. Келесі презентацияда сұрайым. Келмей қалмайды деген болмайды. Кімде қандай арман бар? Кәдімгідей кешке қарай, ойыңызды жинақтап, отырып, ойланыңыз. Менде қандай арман бар? Балаға білім беру ме? Жаңа квартира алу ма? Болмаса 2 бөлмелікті 3 бөлмелі қылу ма? Ремонт жасау ма? Үй салу ма? Путешествие ма? Қандай болсын? Көлік алу ма жаңадан?
арманыңызды жазып, сол нәрсені қанша уақытта аламын, 1 жылда аламын, 5 жылда үй аламын, 5 жылда үй саламын дейсіз ба, соның барлығын уақытын анықтап сіздерге үй тапсырмасы берген. Оны жасай алмай қалсақ ұят болып қалған. Ұят болмайды.